Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен біз осындай қияр қосылған дәмі тіл үйіретін салат жасайтын боламыз. Дастарханымыздың көркін ашады, әрі желімді, балдар да жейді, қонақ келгенде де жасасаңыз, үлкен кісілерге де жегенге жағымды, кез келген тамақпен жей берсеңіз болады. Салаттың құрамы да аса күрделі емес, қолжетімді заттардан жасалынады. Бізге ең алдымен қияр қажет болады. Қиярымызды осылай турап алатын боламыз. Қатты майда болып кетпеуі қажет. Орташа көлемде осылай турап алатын боламыз. Енді болгар бұрышын 2 штук немесе 3 штук болгар бұрышы қажет болады. Болгар бұрышымызды осылай орташа көлемде турап алатын боламыз. Жұмсақ болгар бұрышы болмайды. Мына светофор деген болгар бұрышын пайдаландым мен. Сосын асылып пісіп тұрған етімізді осылай турап алатын боламыз. Етті қуырып жасасаңыз да болады, бірақ асылған еттен жасасаңыз дәмдірек болады. Салатқа әдемі дәм беретін чесногымызды турап алатын боламыз. Теркіден өткізсеңіз де болады, немесе езіп алсаңыз да болады, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Салатқа барынша тұз алмаған етті пайдалануға тырысыңыз, өйткені тұз алған еттің дәмі бір басқаша ерекше болып шығады. Енді бізге помидор қажет болады. Қызанақ 2 немесе 3 дана қызанақ жарайды. Қызанақтың орнына черри қызанағын пайдалансаңыз да болады. Ол кезде салатыңыз одан да әдемірек болып шығады. Барлығын турап болған соң болгар бұрышын осылай қызып тұрған майға, майыңыз шамалы көптеу етіп алыңыз. 2-3 минут қана қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Көп уақыт қуырылып кетпесін, өліп қалмауы қажет. Енді бізге осындай морковча керек болады. Үйден жасасаңыз да болады, немесе готовыйын әкеп салсаңыз да болады. Барлығын салған соң, мына қызып тұрған майдағы болгар бұрышын саламыз, морковча салатымыз саламыз. Морковчаны үйден сәбізді теркіден өткізіп қолдан жасасаңыз да болады. Осылайша укробымызды, тұзымызды және дәмдеуіштерімізді салып, және чим-чим приправамыздан 2 қасық жарайды, 2 қасық саласыз. Осылайша барлығын араластыратын боламыз. Соя соусын саламыз. Соя соусы қалауыңызға қарай салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Мен шамалы салатым темный болып әдемі көрінсін деп соя соусын салдым. Салатқа әдемі дәм береді бір жағынан. Мінекей салатымыз дайын. Осыны енді жарты сағатқа қойып қойсаңыз, тұзы сіңіп, дәмдеуіштер сіңіп, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп затта қажет емес бұл салатқа. Дастарханның көркін ашады бір жағынан. Салатыңыз ащы болып шыққан қаласаңыз, шамалап қызыл бұрыш салсаңыз ащы болып шығады. Бұл салатты қонақ келерден бір жарты сағат бұрын араластырып қойсаңыз әдемі болып шығады. 3-4 сағатқа қойып қойсаңыз, егер араластырып, салатымыз әдемі болмай қалады. Сол үшін барынша қонақ келетін кезде араластыруға тырысыңыз.